ардақты ағайын, жалынды жас буын. Эфирде пенделерді ұлықтайтын, жақсыларды ұмытпайтын тұлға бағдарламасы. Эфир тізгінінде журналист Милана Ертуғанқызы. Біздің бүгінгі қадірлі қонағымыз қорықтан жеткен қоңырынды жалғап, ғұмырын мәдениетіміздің жаңғыруына арнаған Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Мұқан Төлебаев атындағы халық аспаптар оркестрінің қобызшысы, оқушылар сарайының қобыз үйірмесінің жетекшісі Қабыкенова Айнаш Жақсылыққызы. Қайырлы күн, Айнаш Жақсылыққызы. Қал жағдайыңыз жақсы ма? Амансыздар ма? Құрметті көрермен, армысыздар? Жалпы сүбелі сұхбат, салиқалы әңгімелесуге келгеніңіз үшін шексіз алғысымызды білдіреміз. Алғашқы сұрағымызға кезек берсек. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері атағы кез келген адамға оңайлықпен беріле бермейтін анық. Сол жолдағы еңбегіңіз және шығармашылықтарыңызбен бөлісе кетсеңіз. Өте жақсы сұрақ. Енді бүгінгі сұхбат менің шығармашылығым туралы болса, өзімді айта кетейін. 1990 жылы осы Талдықорған қаласында халық аспаптар оркестрі ашылды. Ал 1993 жылы оған Мұқан Төлебаевтың есімі берілген еді. Сол оркестрді ашқан кезде, сол Мұқан Төлебаевтың ауылының тумасы, композитор, отырар сазында дирижерлік еткен, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Жамағат Темірғалиев деген ағамыз, жаңа ол кезде мен консерваторияда оқып жүргенмін, 5-ші курста, келіп бізді осындай оркестр аштық деп жұмысқа шақырды. Енді ол кісінің шақыруын қабыл алып, мен осы оркестрға келген едім. Құдайға шүкір, міне биыл 30 жылдан аса тарихы бар үлкен оркестрда үздіксіз еңбек етіп келе жатырмын. Жаңағы өзің айтқан Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері деген төсбелгі сол үздіксіз еңбек еткеннің арқасында 2011 жылы марапатталған едім. Жақсы. Менің білуімше, қобыз аспабында ойнауға кез келген адамның жанның жүрегі дауалай бермейді ғой. Неліктен осы қобыз аспабында ойнауды жөн көрдіңіз? Менің шығармашылығым жаңағы Мұқан Төлебаев атындағы оркестрмен тікелей байланысты. Мен ол жерде қобызшымын. Мамандығым қобызшы. Қобыз аспабын қалай таңдадым? 9 жасымда жаңағы өзім Семей облысы дейді ғой, қазіргі Абай облысы. Сол жерде Үржар ауданында өзіміздің бір әдемі музыка мектебіміз бар. 9 жасымда мен сол музыка мектебіне мен домбыраға қатысам деп барам ғой. Мен домбырашы болам, домбыраға қатысам деп барам. Мектепке кірсем, жаңағы мектептің директоры балалардың қабылдап, қабілеттерін тексеріп, жаңағы класс-классқа өзі бөліп отыр екен. Содан бірден қобызшы апайды шақырып алып келді, Айша Хамзановна деген. Сондай бір әдемі, биязы, сондай бір апай келіп, мені классына ертіп барып, қобыз тартып беріп, маған біраз нәрселер айтып беріп, баулып алды. Сол 9 жасымнан бері тартып келе жатқан қобызым ғой. Одан мектепті ойдағыдай аяқтап, жаңағы музыка мектебін, мені музыкалық колледжге бағдарлады. 85 жылы келіп, Талдықорған қаласындағы Қанабек Байсейітов атындағы музыка колледжін оқуға түстім. 4 жыл колледжда оқып жүрген кезде, жаңағы енді мамандық иесі болдық ол кезде. Сол курстастармен бірге Арман қуып барып, Алматы қаласына келіп, ол кезде мына Құрманғазы атындағы консерватория, мемлекеттік консерватория, соған конкурстан өтіп жатып оқуға түсіп, консерваторияны ойдағыдай аяқтап, ары қарай міне қызметіміз басталып кетті. Сол консерватория қабырғасында білім алып жүрген кезде біз қазіргі жастардың кітаптан оқып жүрген, аттары аңызға айналып кеткен үлкен тұлғалардың көзін көрдік. Оның бірі мына Дина Нұрпейісованың рөлін ойнағандағы күйші Бақыт Қарабалина деген апайдың сабақ бергенін көрдік. Қазақстандағы ең бірінші қобызшы Фатима Балғаева деген апайымыздың көзін көрдік. Домбырашылар Тымат Мерғали, Қобыш Мұқитов деген ағаларымыз, және де Кенжебек Күмісбеков деген композитор ағаларымыз, ол кісілер қазір бұл өмірде жоқ, аттары аңызға айналып кеткен мысалы. Солардың көзін көріп, солардан тәлім алып жүрдік, бұл үлкен бақыт деп ойлаймын. Қазірге дейін сол консерваторияда менің ұстазым Меруерт Калимбаева әлі сабақ беріп жүр.
ол кісіге мен ұзақ ғұмыр тілеймін. Апайымызбен хабарласып тұрамыз, жақсы көреміз. Ең бастысы өмірде айтады ғой, екі нәрседен қателеспеу керек деп. Бірі жар таңдаудан қателеспеу керек, екіншісі мамандық таңдаудан қателеспеу керек дейді ғой. Егер сіз жақсы көрген мамандығыңызбен айналыссаңыз, ол сіздің сүйікті ісіңізге айналады. Ал егер сүйікті ісіңізбен құлшынса жұмысқа кіргеннен кейін, оның нәтижесі болады. Мысалы, қобыз менің сүйікті аспабым. Мен өзімнің сүйікті мамандығыммен айналысамын. Оның өзі бір үлкен бір өмірдегі бір бақыт деп санауға болады. Енді сендер жас журналистсіңдер ғой, Милана, сендерге де өз өмірлерінің бір кірпішін қателеспей қалауларыңа тілектеспін. Рахмет, әмін айтқаныңыз келсін. Қобыздың саз аспабы ретінде тағдыры тайғақ, жолы тар, қиын қыстау болады деп естіп жатамыз. Осы жолы тар, тайғақ, қобыз аспабын қанша түрге бөлінеді? Сіз ойнайтын қобыз соның қайсы түріне жатады? Бұл туралы енді кішкене анау тереңнен бастауға тура келіп тұр. Ықыласын 18 ғасырдағы Қорқытты 8 ғасырда қобызды шығарды дейік. 18 ғасырда біздің ықылас күйлерімізді тартып жүрдік дейік, 20 ғасырға қалай жетті деген сияқты. Жаңа консерваторияда 1968 жылы біздің Еркеғали Рахмандиев деген ағамыз біраз жыл ректорлық қызмет еткен. Сол кісі осы қылқобыз класын ашайықшы, осы қылқобызымыз біздің өшіп қалмасыншы деп отырып, жаңағы қобыздың дәстүрлі жалғайтын Дәулет Мықтыбаев, Жаппас Қаламбаев деген ағаларды ауыл-ауылдан іздеп әкеліп тұрып, сол кісілерге оқушы тауып беріп, қобыздың күйлерін жеткізіп, бізге ықыластың күйлері бізге қазірге дейін жетті, нотаға түсті. Сол кісілердің ең бірінші жаңағы оқуын бітірген Базархан Қосбасаров деген ағамыз күні бүгінге дейін консерваторияда қылқобызшылар тәрбиелеп отыр. Шынымды айтсам, жаңа не дедіңіз, тағдыры тайғақ, жолы тар дедіңіз ба? Бүгінгі күні олай емес енді. Бүгін қобызшылардың бағы жанып тұрған кез. Қобызшылар қазір көп. Және де мына 1934 жылы Құрманғазы оркестрі ашылған ғой. Құрманғазы оркестрі ашылған кезде жаңағы академик Ахмет Жұбанов ағамыз осы қобыз аспабын жаңа қылқобыз ғана болып отырды да, оның диапазоны кішілеу болғаннан кейін скрипканың шегін қосып, 3 шекті қобыз болып, одан ол 4 шекті қобыз болып, диапазоны кеңейіп, біз барлық күйлерді бүкіл Европа шығармаларын ойнайтындай деңгейге жеткіздік. Содан кейін барып біз уже қобызды қылқобыз, сым қобыз деп бөле бастадық. Сым қобызды енді сол жаңағы Құрманғазы оркестрін құрған жылы бастаған болатынбыз. Ең бірінші сол қобызда ойнап жүрген апайымыз, соған кітаптар жазып, балаларды баулып үйреткен апайымыз жаңағы Фатима Балғаева деген кісі болған. Жалпы енді сіздер Ақтөбе, Алматы сынды үлкен қалаларға топпен, ұжыммен барасыздар ғой. Сол сәттерде тобыңызбен жұмыс жасау, сахнада бірге өнер көрсету, түсінісу қаншалықты қиындық туғызады сіздерге? Ол қалай десем екен, сен егер де өз ісіңнің профессионал болсаң, ол қиындық туғызбайды. Оркестрдің өзінің тәртібі бар. Енді үлкен конкурстар ғой, 2005 жылы Астана қаласындағы жаңағы Серпер халықаралық фестивалі, Болгарияда София көктемі деп аталатын халықаралық фестиваль, және де 2010 жылы Ақтөбе қаласында өткен Жұбанов көктемі деп аталатын жаңағы оркестрлардың халықаралық фестиваліне қатысып, жүлделі орындарға ие болып қайтты. Құрманғазының 200 жылдығына орай жаңағы Атырау қаласында оркестрлардың үлкен фестивалі болды, оған да қатысты. Көп жерлерде жүреміз енді. Бірақ та сен ісіңнің профессионалы болғаннан кейін, сенімен бірге ылғи профессионалдар жұмыс істеп жатқаннан кейін қиындығы жоқ. Бірақ енді халықаралық дәрежедегі үлкен конкурстар болғаннан кейін енді конкуренция мықты болады. Сақадай сай дайындалып барасың енді ол жерге. Жақсы. Жалпы Ресей, Түркия, Қытай сынды елдерде гастрольдік сапарменен жиі боласыз. Естіп жатармыз, біліп жатамыз. Сол кездегі
өзге шет елдің қобызға деген енді ерекше көзқарастары, қызығушылықтары болды ма? Қызығушылық қобыз аспабына шетелде де бар, өзімізде де бар. Қалай десем екен, Москва қаласында бір емес 2 рет болдық. Бірінші барғанда жаңағы әкімнің программасымен бардық. Екінші рет барғанда Таланты мира деген үлкен қор бар. Сол жаңағы Светланов деген зал бар, үлкен халықаралық концертный зал бар. Сол жерге кіріп концерт қою деген, ол концерттің аурасын сезіну деген, ол енді бір ерекше күш десем болады. Шынымды айтсам, билет 1 ай бұрын сатылған. Бүкіл жаңағы москвалықтар біздің концертімізді уақытында ертерек келіп күтіп отырып, сондай бір үлкен концерт болды, ұмыта алмаймыз. Ол концерт туралы суреттеріміз де көп. Жаңағы Түркияға қайта барып жүргеніміз бір жағы жаңағы бізде мәдениет пен экономика аралық байланыс қой. Сол арқылы көбінесе шығып кетеміз. Наурыз кезінде барамыз, Түркияға да барамыз. Қырғызстанның Ош қаласында болдық. Ташкентте болдық, Өзбекстан Республикасында. Онда да жаңағы мәдени-экономикалық байланыс арқылы барып, өз өнерімізді паш етіп қайтамыз. Bir жағы делегациямыз, бір жағы өнерімізді көрсетеміз деген сияқты. Біздің енді ондай іс-сапарларымыз көбірек болады. Қазіргі жас буынның қобыз аспабына деген қызығушылығына қаншалықты баға бересіз? Қазір жас буын қобыз аспабына деген қызығушылық бар. Өзім оркестрда қобызшы болып отырғаннан кейін кішкене оқушы да тәрбиелеп жүреміз. Қызығушылықтары бар, ата-аналар өздері әкеп тұрады. Кішкене қобызда оқиық деп еді, қобыз бізге ұнайды деп таңғалып ата-аналар өздері әкеп тұрады. Қызығушылықтары бар жастардың. Және бір сөздеріңізде осы күнге дейін тәрбиелеп жүрген оқушы шәкірттерім бар дедіңіз. Сол шәкірттеріңізбен қандай жұмыстар, жетістіктерге жетіп жатырсыз? Оқушылар сарайында қобыз үйірмем бар. Ол қобыз үйірмесінде бірталай қобызшылар тәрбиелеп жатырмыз. Жалпы бұлай айтайын дегенім, үйірменің балаларға берері көп. Өнерге баулынған баланың, жаңағы бір аспаппен айналысқан баланың, үйірмелерге қатысып жүрген баланың болашақта бойынан ешқандай жамандық күте алмайсыз. Ол деген өте керемет тәрбие. Қобызға балаларды баулып, оларға Абайдың әуендерін үйретіп, сахнаға шығарып, тек қана жалғыз қобызда ғана ойнатып қоймай, оларға домбыра күйлерін домбыралармен қосылтып ойнап, немесе 2 қобызшыны дуэт қылып, 3 қобызшыны трио қылып, 4 қобызшыны квартет қылып ойнап, түрлі-түрлі қызығушылықтар танытамыз, енді сахнаға шығарамыз балаларды. Онымен қоймай жаңағы қалалық неше түрлі облыстық конкурстар болып жатады. Олардың барлығына бағдарламадан қалмай қатысуға тырысамыз. Менің енді оқушыларым бар, қазір оқып жатқан Сағи Фариза деген қобызшы қыз өсіп келе жатыр. Мен болашақта музыка колледжіне қобыз мамандығына барам деп өзін ондай оқушыларды біз кәдімгідей бағдарлаймыз, дайындаймыз оқуға түсуге. Немесе өзім үшін оқып жатырмын деген балалар бар. Әркімнің бағдарламасы жеке-жеке әркімнің өзіне арналған. Болат Амина деген қызым бар. Кішкентай Айару 6 жастан келіп атқан оқушыларымыз бар. Енді кішкентай балалар жүгіріп қобызға кеп оқып жатады. Жақсы, рахмет. Біздің білім ордамызда музыкалық білім беру бағдарламасы бар. Жалпы осы өнерлі жастармен қандай да бір ұсыныс, жобалар, байланыс бар ма? Енді қазақтың көрнекті ақыны Ілияс Жансүгіровтің есімін иеленген университеттің енді айтайын дегенім, өзі жылдан жылға қарқынды дамып, жоғары білім беру сапасында өзінің орнын айқындап шыққан университет. Сіздерде жаңағы шығармашылық кафедралар дейміз ба, жаңағы шығармашылық бөлімдер бар ғой, оның ішінде дизайн да бар, сурет те бар, бейнелеу де бар, және музыкадан білім беру мамандықтарды шығарып жатады. Бір жылдары осы университеттің музыкальный факультетінде Жетісу деген оркестр болған. Ол оркестрді Бейсен Теміров деген ағамыз жаңағы жетекшілік еткен.
ол жерде Гүлмайдан Сүндетова деген, Татьяна Полтавская деген үлкен осы республикаға аты танымал әншілеріміз сол Жетісу ансамблінде ән айтып тұратын. Өмірінің зейнетке шыққанға дейін, осы өмірінің соңына дейін Ғалым Сүлейменов деген ағамыз доцент осы университетте сабақ берді. Бұның бәрі жаңа музыкальный факультет туралы айтып тұрмын. Музыкальный факультеттегі жаңағы Жетісу деген оркестрда соңғы жылдары Моңғол елінен келген өзіміздің қазақ ағамыз, жаңағы Ленинград консерваториясын бітірген Ахметбек Қисықұлы деген аға дирижерлік етті. Сол кезде мен осы оркестрда жұмыс жасадым, қоғышы болып, иллюстратор болып отырдым. Енді қазір ойлаймын, сол оркестр неге жоқ? Оқу бағдарламасы өзгеріп кеткен ба? Неге сондай оркестрлар жоқ деген сияқты. Бұл университет үлкен ғой, материалдық базасы жетеді ғой, неге жоқ деген сұрақтар енді көкейімде бар, бірақ білмеймін неге екенін. Керемет бір тамаша ұжым болған. Жақсы. Алдағы мақсат, жоспарларыңызбен бөлісе отырсаңыз. Енді кәсіби музыка саласын ары қарай дамыта берсем деген ойым, жаңағы оркестрімізді үлкен биіктерден көре берсем, биыл Мұқан Төлебаевтың 110 жылдығы сол жоғары деңгейде өтсе екен деген осындай біздің мақсаттарымыз бар. Енді жас буын тәрбиелегенде сол жас буынды әсемпаздыққа, талғампаздыққа, эстетикалық тәрбие беріп, бір керемет бір жастар өссе екен деген осындай бір арманымыз бар енді. Керемет. Жалпы студиямызға қонақ болып келгеніңізге шексіз алғысымызды білдіреміз. Әрқашанда осы әдемі жүзіңізден күлкі кетпесін. Осыменен сұхбатымыз аяқталды. Аман, сау болыңыздар.